Сәлем қыздар, бүгін біз өте нежный, жұмсақ болып шығатын кекс дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант, ванильді қант, тұз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін сүт, сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхитель салып, араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды екіге бөліп, қосып, жақсылап араластырамыз. Комочка қалмау керек. Міне біздің қамырымыз осындай болады. Қатты сұйық емес, қатты қою емес болады. Одан кейін кекстің формасына 2 ас қасықтан толтыра отырып, формамызға салып аламыз. Осы кездегі духовкамыз қызып тұруы керек. 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстарымыз дайын, өте жұмсақ, нежный болып шығады. Жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіз.